Так, N46 ноқалай 2 объем. Ноқалайды кім көріп жүр, мен видеоларымды көрсетіп келе жатырмын ғой. По этапына ше. Мынаны босатсаңдар кетті, мынау қаңғырып кетеді дедім ғой, міне. Қаңғыбас бұл, короче, міне. Мынандай қаңғыбасты қайттан орнына қою үшін арнайы жәлінегендей пішін жасап алыңдар, қайттан пішіндеу үшін. Так, одан кейін вальватроникті көтерердің алдында 60-та 80 деген қамытпен тартып тастадық. Ол да ютубта бар, іздесеңдер бар. Өйткені мынау распредвал қазір өз төсегінен кетіп қалғаннан кейін түсіп кетеді деп не алған. Өйткені пружиналар да керіп тұр. Біз енді өзіміз бірінші рет алысып жатырмыз, бұнымен танысып жатырмыз. Ассалаумалейкум деп. Сондықтан походу пьесы көрсетіп кетіп жатырмыз. Қазір мынаны босатамыз. Мыналар муфталар бос, натижительді қазір кергішті босатамыз. Сосын мына муфталарды алып тастаймыз. Мына трубканы уақытша ары итеріп тұрамыз. Сосын мына вальватроник моторчигін көреміз. Егер ешқандай кедергі болмаса, оған да тиіспейміз, солай мен көтеріп аламыз вальватроникті. Сол, қазір не ақса көрсетеміз, қалай көтеріп алғанын. Так, коленвалды біз фиксация жасаған жоқпыз. Мына жерден воротокпен ұстап тұрдық. Екіншісін распредвалды мына жақта 23 кілтпен ұстап тұрдық. Сөйтіп мына екеуін босаттық. Распредвалдың муфталарын, вальватроникті шештік. Қазір көрсетем қалай шешкенімізді. Так, жаңа дегенде фиксацияны айттым. Коленвалды. Так, міне вальватроник былай шықты ғой. Мына екі қамыт тартып тұр, распредвал жоғары қарай. Сол үшін мына моторчигін шешпедік, моторчигін. Міне распредвалды құшақтап бауырым деп тартып тұр. Қамыттар бауырым деп құшақтап апты. Айтсам оны самасындар, мына распредвал түсіп кетеді. Мына пружиналар, мына неме роликтерді итеріп тұр екен. Роликтерін, так. Короче, осылай шығарасыңдар, мына осылайынан шығады. Сосын міне доступ пайда болады. Қазір мына распредвал шеше бер, мына жағын. Мына выхлоптыкі шеше бер. Мына жағынға шешеді. Трубкасын алып тастап, смазка. Мына вообще древний система ғой, вообще баяғыда. Менде арабский Мерседес болатын 126, 126. М10 деген мотор болды ма? Или 110 болды ма? Соларда полив мынандай трубкамен. Древний система ұқсайды екен. Мен баяғыдан бері аңдып келе жатырмын моторларды. Баяғыдан бері ескі моторлар, жаңағы Жигули, Москвич, Волга, иномаркалардың баяғыдағы 70-ші жылға шыққан модельдер, жаңағы М20, 110 ма, соны есіме шықпаса сондай мотор еді. Соның өзі типа андай мотор болатын. Донусқа ұқсайтын. Бірақ екі клапаннан болатын. По-моему, есіме шықпаса сондай болатын. Старый моторлардың бәрін аңдып келе жатырмын. Технологиясын аңдып келе жатырмын да. Аңдағанда несін аңдайды дейсің, сол технология. Кімдікі озық, кімдікі жақсы, кімдікі ыңғайлы, кімдікі ыңғайсыз, кімдікі наркоман инженерлер жинаған. Наркоман инженерлер көбінесе японецтар. Безалаберный салақ қатын құсақты жинайды. Біреуге ұнаса, біреуге ұнамайды. Жаңағыдай моторды түсінетін адам біледі да оны. Любой нәрсенің профессионалы өзі біліп қояды да. Мысалыға жаңағыдай ювелирге барып сен алюминді сарыға бояп пихаттай алмайсың ғой, мына алтын деп. Ол бәрі біліп қояды, маша туфта екен. Соқсақты мотористер де бар да. Неше жылдан бері осы мотормен алысатындар. Қай жерде қалай дұрыс жасаған, қай жерін дұрыс жасамаған білетіндер бар да.